Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен хит торттардың бірі қызыл барқыт тортын дайындайтын боламыз. Ол үшін YouTube каналға тіркеліп, видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге шұңғыл ыдысқа жұмыртқа мен қантымызды ақ көпіршік пайда болғанша жақсылап араластырып аламыз. Кейін үстіне сұйық майымызды құйып, бөлме температурасындағы айранымызды салып, үстіне қопсытқышымызды сеуіп, какаомызды салып, кейін ас содасын уксуспен видеода көрсетілгендей көпіртіп, жақсылап салмамызға салып араластырып аламыз. Кейін бояғышымызды саламыз, яғни краситель. Мендегі краситель индийский краситель. Егер сізде басқа түрлі красительдер болса, мен рецепт жазған жерге жазып кететін боламын, қанша көлемде салу керек екенін. Кейін соңғы этап бізде ұнымызды електен өткізіп, барлығын миксердің көмегімен жақсылап біркелкі етіп масса дайындап аламыз. Ендігі кезекте тортымызды пісіретін боламыз. Мендегі формасы 24 сантиметрлік форма. Астына пергамент қағазын төсеп, осылай шамамен 4-5 қасық салмамыздан салып, қасықтың көмегімен видеода көрсетілгендей жазып шығып, қызып тұрған пеште 180 градустағы 8-10 минутқа пісіріп аламыз. Қалған салмамызды да видеода көрсетілгендей пісіріп аламыз. Кейін барлық осы пісіп тұрған қождарымызды жақсылап суытып барып, тортымызды жинайтын боламыз. Менде шамамен 6 қорж шықты жіңішкелеп, оның 5-еуін тортты жинау барысында біркелкі етіп жинаймын да, бір қоржды шетін бетін әрлеуге алып қаламын. Ендігі кезекте кремін дайындайтын боламыз. Салқын 33%-ық сливкиға қант ұнтағы мен творожный сырды салып, миксердің көмегімен видеода көрсетілгендей жақсылап миксерлеп аламыз. Кейін суыған торттарымызды видеода көрсетілгендей жинаймыз. Шамамен 2-3 қасық крем сала отырып, жақсылап жағып, видеода көрсетілгендей қалған соңғы қоржымызды осылай үгітіп, тортымызды сәндейміз. Өз қалауыңызша сәндесеңіз болады, бетіне жеміс жидек немесе жазу жазып деген сияқты сәндеп шықсаңыз болады. Міндетті түрде дайындап көріңіз және каналға тіркеліп достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.